Сәлеметсіздер ме, әділ қалалар? Мен номер 7-ші IT мектеп-лицейінің мектеп алды даярлық басылымының оқушысы Қадыр Айзере. Жетекші Мейрамхан Мадина Әбірмекқызы. Менің қолымның жобам тақырыбы ойын арқылы балалардың ұсақ моторикасын дамыту. Ұсақ моторика дегеніміз физиологиялық тұрғыда айтқанда, ол қолдың бұлшықеттерінің қозғалысы. Мысалында саусақ ойындары, қолдың бұлшықеттерінен арналмас жаз, ермек сазбен, қабырмен, түрлі материалдармен қолдану. Менің бірінші жұмысым ол моншақ. Мен макарондарды түрлі түстіге боядым. Сөйтіп мен макарондарды түрлі түстіге боядым. Сөйтіп мен макарондарды жіпке тіздім. Содан осындай әдемі моншақ шықты. Менің екінші жұмысым күннің бейнесі. Мен емінші макаронды, мақта таяқшаларын күрішті сарға боядым. Кейін мен күннің бетін күрішпен желімдеп жабыстырып қойдым. Кейін күннің шуақтарын макаронмен және мақта таяқшаларымен желімдеп жабыстырып қойдым. Содан осындай әдемі күннің бейнесі шықты. Менің үшінші жұмысым ол суда жүзіп жүрген үйректер. Мен пластилиннен суда жүзіп жүрген үйректерді жасадым. Кейін менің төртінші жұмысым ол мозаика. Мен коробканы тестім. Сөйтіп мен мақта таяқшалары түрлі түстіге боядым. Сөйтіп мен мақта таяқшалары тестке жерге кіргізді. Содан осындай әдемі мозаика ойын ойнайтын шықты. Қоршай егерде мен осы жұмысы нәтижесі тиімді болу үшін ары қарай жалғастырамын. Қол моторикасы бала дұрыстап жетуіне үлесі зор. Алақанымызда барлық сезімшелері клеткалары бар. Мен сіздерге қол моторикасының бір жаттығуын жасап көрсетейін. Оң қолымызды жумамыз, сол қолымызды ашамыз. Осылай кезектесіп істейміз. Келесі жаттығуымыз ол орындық, үстел. Біздің келесі жаттығуымыз ол капитан жарайсың. Біздің келесі жаттығуымыз ақпар жат, көкпар жат, біз жасаймыз көкпар жат. Ақпар жат, көкпар жат, біз жасаймыз көкпар жат. Қолымыз шыжыр болды, үзілмейді тартсада. Ал піл келіп шыжырды, үзіп кетті басқада. Ойнақысы келіп тұр, доп жасаймыз қолымен. Ойнақысы келіп тұр, доп жасаймыз қолымен. Достық үшін бірлеме, гүл сыйлағым келіп тұр. Достық үшін бірлеме, гүл сыйлағым келіп тұр. Осымен менің жаттығуым. Осы жаттығуым аяқталды. Мен өзім сырттағы достарыммен көптеген ойындар ойнаймын. Қол моторикасы бала дұрыс жазуды жақсы жазады, суретті жақсы салады. Қол моторикасы магазин дүкеннен сатып алмай-ақ үйдегі бар заттармен жасауымызға болады. Есесіне ақшаны үнемдейміз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.